Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Мен бүгін сіздерге 22 пули бессмертный фильмін қысқаша айтып беретін болам. Анасымен көрісіп, кейін үйіне қайтып келе жатқан Шарли Матеи баласы көше әншілерін тамашалау үшін оны далаға тастады. Ал өзі болса, көлік тұрағына келді. Еркек көлігін автотұраққа қойып, көліктен шықпастан 1 минутқа музыка тыңдайды. Ал еркек көліктен шыққан бетте, бетперде киген адамдар келіп, оны аямастан бірнеше жерінен жарақаттап, осында өлсін деп қалдырып кетеді. Шарли Матеи жай адам емес, ол кезінде қанішер жендет болған. Ал кейін мафиоз болды, және ақырында зейнетке шығып, Марсель қаласында өмір сүріп жүрді. Оның 2 досы болды, біріншісі Тони Закия, ал екіншісі Аурелия Урампули. Үшеуі бала кезден қылмыстық жолдарын бірге бастаған. Алайда Шарли ластерлікпен айналыспаймын деп бөлек кеткенде, бәсекелестері оның көзін құртуды шешті. Денесіне дәл тиген 22 оққа қарамастан, Шарли тірі қалды. Дәрігерлер оны құтқарып қалды. Алайда оның бетінде қорқынышты тыртық қалды. Ал оң жақ қолы болса, ешқандай ауыртпалық сезбейтін болды. Және сол үшін де дәрігерлер саусақтарын кесеміз деп шешті. Шарли Матеидің ізінен қалған 2 баласы бар. Бірінші некеден қалған қызы Ева, және екінші некеден ұлы Анатолий бар. Шарлиді сұраққа алу үшін Мари Голдман деген полиция әйелді жібереді. Алайда полиция басшысы бір нәтиже болатынына сенбейді, және мафия бұзақларының бірін-бірін өлтіргеніне ешқандай да қарсы емес. Кезінде Маридің күйеуі де полиция болған. Алайда оны қызметте жүрген кезінде Тони Закияның адамдары өлтіріп тастаған екен. Мари бірнеше сұрақ қойды, бірақ та Матеи жауап беруден бас тартты. Осыдан кейін Шарлиға өзінің сенімді көмекшілері келді. Мартин Будинар және Карим, сонымен қатар Пэт. Олар Шарлиді басқа палатаға жатқызып, қасына күзет қойып кетеді. Өйткені олар басшыларын өлтіруге тағы да жендеттер келуі мүмкін екенін білді. Бұлар ойлағандай-ақ жалдамалы жендет келді. Алайда ол Шарлиді емес, шатасып басқа біреуді өлтіріп кеткен. Осыдан кейін Мари еркек жатқан бөлмеге білдіртпей камера қойды. Осыдан кейін досы Тони Закия келді. Ол палатада камера бар екенін біліп, жай ғана мен бұны жасаған адамды тауып, кегіңді қайтарамын дейді. Әзірге Шарли ауруханада жатқанда, Мартин оның қатты ауырып жатқан бұрынғы әйеліне қарайласуда, және оның қызына ауыртпалықпен күресуіне көмектеседі. Ауруханаға Шарлидің қартайған анасы келді. Ол баласынан сенен бұрын мен өлем, ал сен өзіңді өлтіруге жол бермейсің деген уәдесін алды. Ол үшін еркек әдетке айналған өмірін тоқтату керек. Ол онсыз да ластерліктерін барлығын қойған болатын, және отбасына бұрынғы өміріме қайта оралмаймын деп уәдесін берді. Үлкен жұмыстар жасап, Мартин мен Карим екеуі Шарлиді өлтіруге тапсырыс берген Тони Закияның адамдары екенін білді. Ал бұны естіген Шарли төсегінен тұрып, Мартин мен Каримнің ізінен ерді. Екеуі Закияның бір адамын ұстаған болатын, және Шарлиді соған апару үшін қараусыз қалған қойманың ішіне әкелді. Полиция Мари Шарлидің палатадан шыққанын көріп, ізіне түсті. Алайда оны жолда Каримнің адамдары тоқтатып тастады. Бұл отырған Закияның адамы Федерик. Ол осында бірнеше күн отырған, және ол өтірік айтпау үшін денесіне неше түрлі химияны егіп тастаған. Фредерик өзін өлтіріп тастайтынын біледі, бірақ сонда да Шарлидан оны жіберемін деген уәдесін алды. Кейін ол өзімен бірге болған барлық адамдарды айтып берді. Келген жендеттердің саны 7 екен. Сонымен қатар ол Закияның Шарлиді есірткі үшін өлтіргісі келгенін айтты. Кезінде Шарли досы Закия есірткімен айналыспасын деп өзінің кәсібінің жартысын берген болатын. Алайда Тони Закия есірткі саудасы қомақты ақша әкелетін кәсіп деп оны тастамаған, және бұрынғы досы оған кедергі болмау үшін оны өлтіріп тастауды жөн көрген. Фредерик бар білетінін айтқанда, Матеи оны жай ғана жібере салды. Өйткені ол шындықты айтсаң жіберем деген болатын, және сол уәдесінде тұрды. Карим, Пэт және Мартин Фредерикті жібергеніне қарсы. Себебі оны жіберетін болсақ, ол барлығын Закияға айтып береді дейді. Бірақ сонда да Шарли өзінің айтқанынан қайтпады. Ол өзінің досына кек сақтамайды, және барлығын қалай бар, солай қалдырғысы келеді. Друзья до самой смерти. Шарли өзінің отбасымен бірге болу үшін жағажайдағы үйіне келді. Ал кешкісін Каримді Закияның адамдары көлікке салып әкетті. Оны ешкім жүрмейтін айдалаға әкеліп, өлгенше ұрып соғады. Осы жерге Фредерика келді, және Шарлимен бірге менен сұрақ жауап алған осы Карим деп айтып береді. Сонда осы жердегінің барлығы бағынатын Паскаль деген еркек Фредериканы сатқындығы үшін атып тастайды. Оның ізінен дереу Каримді де өлтіреді, және Каримнің денесінің бір бөлшегін почта арқылы Шарли Матеиге жіберді. Каримді жерлеу рәсімі өтеді.
Осыдан кейін Шарли Каримді өлтірген адамдарға барады. Олар араларындағы біреуінің туған күнін тойлауда. Сонда Шарли арасындағы біреусін өлтіріп, қалғандарыңды уақытысы келгенде біртінде өлтіретін боламын дейді. Ал әзірге бұзақылардың ажалын күтіп қорқып жүргенін қалайды. Ал келесі күні Шарли Матеи Закияның бір адамын мазардың арасында өлтіреді. Осыдан кейін Шарлидің кек алудағы мақсаты кішкене кідіре тұрды. Ол өзінің отбасын қала сыртындағы үйінен басқа жаққа дәл уақытысында апарып тастаған. Өйткені осы жерге Закияның адамдары келіп, үйдің түгін қалдырмай астан кестеңін шығарды. Мартен бұл жағдайды көріп қалды. Сөйтіп дереу өзінің бастығына, яғни Шарлиға ескертуге асықты. Сөйтсе Шарли Матеи жағажайда орналасқан қараусыз қалған үйдің ішіне тығылған екен. Мартен Шарлиға болған жағдайды айтады. Сонда Шарли, сенің мұнда келгені қателік, өйткені сені аңдып, Закияның адамдары да осында келді деп күдіктенді. Шарлидің айтқаны дәл келді. Сыртта Закияның адамдары қаптап жүр екен. Осылайша Закияның адамдарымен атыс басталды. Шарли мотоциклімен қашып кетті. Ал Мартинге Шарли өзінің тапаншасын берсе де, ол қолға түсіп қалды. Мари Голдман Тони Закиямен сөйлесу үшін үйіне келді. Әйел криминал басшысымен сөйлесіп жатқанда, оның көлігіне навигатор қондырғысын қондырады. Закияның адамдарына қашып келе жатқан Шарли әдейі полиция көлігіне келіп соғады. Соның арқасында бұзақылар ештеңе істей алмай жанынан өтіп кетеді. Ал Шарли де полиция бөлімшесіне Маридің алдына келеді. Осы кезде Шарли Матеи көлік тұрағында оған шабуыл жасаған 7 емес 8 адам екенін білді. Оның үстіне осы бейтаныс 8-ші адам Шарлиді өлтіргісі келмей, әдейі басқа жерге атқан екен. Енді Шарли 8-ші адам кім екенін білуді мақсат қылды. Дәл осы 8-ші Шарлидің ісін жалғастырып, Закияның адамдарын біртіндеп өлтіруде. Ал полициядағылар Закияның адамдарын өлтіріп жүрген Шарли деп ойлайды. Қолға түскен Мартенді Закияның алдына келді. Сонда Закия Мартенге, келесі жолы Шарлиға баратын болсаң, бізге айтып қой, деп Мартенді жібере салды. Әзірге Закия өзіне ұлындай болған Маликтің тойында көңіл көтеріп жүргенде, Шарли өзінің кезекті құрбанын тапты. Оның есімі Франко. Шарли оның аяғынан атады. Ал кейін қоймаға кіргізіп, маған шабуыл жасағанда 8-ші адам кім болды деп сұрайды. Франк бұл жайында ештеңе білмейді. Алайда өзінің бастығын, яғни Закияны ұстап беруге дайын. Оның саудалап жүрген есірткі туралы ақпараттың барлығы компьютерге құжат болып сақталған екен. Және Франк осы ақпараттың барлығын флешкаға көшіріп берді. Басқа бұзақылар Франкоға хабарласып ала алмай отыр. Сол үшін де оның ізінен тағы бір жендетті жібереді. Шарли оны дереу байқап қалып, оған алыста тұрып оқ атады. Шарлидің атқан оғы жендетті жай ғана жарақаттады, ал Франконы өлтіріп тастады. Ал бұл жайында Закия естігенде, ол қатты ашуланып, адамдарының барлығына Шарлидің барлық отбасын өлтіріңдер деп бұйырады. Осы уақытта әлгі 8-ші адам Шарли секілді Закияның адамдарын өлтіруді жалғастыруда. Ол Закияға баласындай болған Маликті өлтіреді және Шарлидің саусақ іздері бар тапаншаны осында қалдырып кетеді. Шарли Закия туралы құжаттары бар флешканы Мартинге береді және осы флешканы 3-ші досы Аурелияға бер деп айтады. Мари Голдман Шарлидің саусақ іздері бар табылған тапанша бұл жай ғана құрылған қақпан деп ойлайды. Сонымен қатар ол Шарлиді тек қана балаларының көмегімен табуға болатынын түсінеді. Сөйтіп әйел серіктесімен бірге Шарлидің баласы оқитын мектепке барады. Балаларды Бет күтіп алды. Алайда үйге қайтар жолда Закияның адамдары Бетті өлтіріп, балаларды өзімен бірге әкетеді. Ал бұны көріп тұрған Мари ештеңе істеп үлгермеді. Үйіне соққыға жығып тек қана Еваны жібереді және Ева арқылы сәлемдеме айтып жіберген. Сәлемдемесінің кескіні мынау: Шарли кек алуын тоқтату керек, немесе оның кішкентай ұлын өлтіреді. Осы кезде Шарли көмек сұрап Мариға келді. Еркек Мариге мені қолға түсірдік деп өтірік ақпарат таратыңдаршы дейді. Егерде Закия мені қамауға алды дегенді еститін болса, менің баламды ұстап отырған жерге адамын жіберіп, оны өлтіруге бұйырады дейді. Ал Шарли болса сол адамды аңдып, баласын құтқарғысы келеді. Сонда Мари ойланып отырып келіседі. Өйткені Шарли шаруа біткен соң бөлімшеге өзім барып берілемін деген еді. Осыдан кейін теледидардан Шарли Матеяны қолға түсірдік деген жалған ақпарат шықты. Закия бұрынғы досы ойлағандай әрекет жасады. Өзінің бір адамын кішкентай баланы өлтіруге жібереді. Ал екінші адамына Аурелияның көзін құрт деп тапсырады. Осылайша Шарли Паскальды аңдып ізіне түсті. Ал ғимаратқа кіру үшін тікенек сымдардың арасынан өтуге тура келеді. Ғимараттың ішінде Шарлидің баласын Шарлидің өзі жарақаттаған жігіт күзетіп отыр екен. Осы кезде Паскаль ішке кіріп, жігітке кішкентай Анатолийді өлтір деп бұйырады. Алайда жігіт балақайды өлтіруге қарсы болып, Паскальдың өзін күрекпен ұрып ұйықтатып тастайды және дереу балақайды босатуға асығады.
Бірақ та Паскаль тезірек есін жиып, әлгі жігіттің өзін өлтіріп тастайды. Сөйтіп Паскаль мәйітті көліктің артына салады және сол жерге кішкентай Анатолийді де тығады. Тікенек сымдардан өте алмай тұрған Шарли көлікті көріп, оның алдына қарай асықты. Сөйтіп әрең дегенде көліктің алдыңғы бетіне секіріп, көлікті тоқтатады. Енді Паскаль екеуі кішігірім пышақтасуда. Ақырында Шарли Матеи Паскальды де өлтіреді. Келесі кадрда Аурелияға шабуыл жасаған жендеттердің мәйітін көреміз. Сонымен қатар мұнда Мартеннің Аурелияға берген флешкасы да бар. Бұл флешкадағы ақпараттармен Мари Закияны ұзақ уақытқа түрмеге қамай алады. Бірақ та Мари оған үлгермейтін секілді. Өйткені Закияның үйіне Шарли Матеи келген болатын. Шарли досын өлтіру керектігін біледі, бірақ та оның өзіндік принциптары оған бұлай жасатпады. Сонда Закия білдіртпестен досына шабуыл жасап, оны ендігі өлтіруге аз қалған еді. Дәл осы кезде ішке полиция кіріп, Закияны тұтқындайды. Бөлімшеде отырған Шарлиді дәлелдің жетіспеушілігімен босатады. Осы бөлімшеде еркек 8-ші шабуылдаушы жендеттің қаруын көріп қояды. Және бұл қаруды ол танып тұр. Өйткені дәл осы қаруды Шарли әлгі жағалаудағы үйде Мартинге берген болатын. Осыдан кейін Шарли Мартенді өзі өліп кете жаздаған көлік тұрағына әкелді. Мартен Закияның өзін бір шаруаға жұмсағанын мойындайды. Бірақ та ол кімді өлтіруге келгенін білмеген. Ал алдынан Шарлиді көргенде әдейі оған тигізбей, оқтарын басқа жаққа атқан екен. Осының барлығын естігеннен кейін Матеи Мартенді сыртқа шығарып, ол да Мартенге тигізбестен басқа жаққа атады. Осылайша Мартен екеуі қайтадан татуласты. Енді жауларының шаруасын бітірген Матеи қылмыстық ортадан бір жолата кетті. Енді ол өзінің отбасымен бірге тыныш өмір сүруге дайын. Бұл фильм Оливия Кизбердің кітабына қарап шығарылған. Ал кітап болса шынайы өмірден алынған екен. 70-ші жылдары Францияда Жак Эмбер деген адам өмір сүрген. Сол заманда оны барлығы Марсель қаласының өгей әкесі деп атап кеткен. 1977 жылы 2 ақпанда автотұрақта оған шабуыл жасаған. Оның денесіне 22 оқ тиген, бірақ та гангстер сонда да аман қалған екен. Және фильмде айтылғандай, оның оң жақ қолы шынымен де жарамсыз болып қалған. Ал фильмдегі басқа оқиғалардың барлығы ойдан шығарылған. Яғни шынайы өміріне ешқандай да қатысы жоқ. Достар, бейне ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетейік. Және келесі видеоларымды бірінші болып көру үшін қоңыраушаны да басып қойыңыз. Келесі көріскенше.